Армысыздар. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Алишер Науаи атындағы номер 13 мектеп гимназияның 10-шы В сынып оқушысы Каримова Сарвина Саитжан қызы боламын. Бүгінгі жобада менің таңдаған тақырыбым Түркістан тарихи туризм мекені. Менің бұл тақырыпты таңдағандағы мақсатым Қазақстанның ежелгі қаласы Түркістан, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі туралы білімімді тереңдету, Түркістандағы тарихи ескерткіштерді көшпенділер өркениетіне көрініс беретін этно-ауыл және ежелгі орындарды құрметтей отырып, Түркістанның туризм орталығы болып өркендеуіне өз үлесімді қосу, өзімнің және құрдастарымның отанға, туған жерге деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Елбасымыз айтып өткендей, біз жаңғыру жолында ата-бабаларымыздан мирас болып қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүгіндеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түрлендіруіміз керек. Әрбір азамат өз елінің патриоты болуы керек. Біз өзіміздің еліміздің тарихын білу, бұл біздің азаматтық борышымыз деп білемін. Сол секілді, мен де өз қаламның тарихын 3D форматта зерттеп шықтым. Ал енді жалпы 3D дегеніміз не? Ол қандай бағдарламалардың көмегімен істеледі? Қанша этаптан тұрады деген сұрақтарыңызға жауап. 3D модельдеу үшін түрлі бағдарламалар пайдаланылады. Олар біздің жұмысымызды автоматты түрде істеп береді. Ал енді ол 5 этаптан тұрады. Олар модель, текстур, ригнинг, анимациялау және редиминг деп аталады. Ал біздің бұл бағдарламалардың көмегімен өзіміздің жұмысымызды жасадық. Олар бізде SketchUp және Blender 3D. Ал енді 3ds Max бағдарламасына тоқталатын болса, бұл аса күрделі бағдарлама болып табылады. Біз SketchUp және Blender 3D мен өзіміздің жұмысымыздың 50%-ін істеп болғаннан соң, қалған 50%-ын істеу үшін бізге Photoshop бағдарламасы керек. Photoshop бағдарламасы арқылы біз майда нақыштардан бастап үлкен қабырғаға дейін осы арқылы қиып алып, SketchUp бағдарламасына салып, өзіміздің жұмысымызды аяқтаймыз. Ал енді біздің жоба дайын болған соң, оның макетін сыртқа шығару үшін бізге аппарат керек. Ол бізде 3D принтер деп аталады. Мына жерге назар аударатын болсаңыздар, информатика пәні ағаймен осы жерде жұмыс істеп жатқанымыз бейнеленген. Ал енді менің бүгінгі істеген жобама назар аударайық. Түркістан қаласы, бүкіл түркі елінің рухани астанасы. Ислам дінін үгіттеуші ұлы Қожа Ахмет Яссауи қабірінің басынан салынған кесене қазіргі кезде қаланың басты символы. Бұл кесене 14-ші ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен салынған. Оның шет-шетінде көптеген бұрынғы ғасырлардан қалған ғимараттар. Шығыс моншасы 15-17 ғасырда, Рабия Сұлтан Бегім кесенесі, жер асты жолы, Алсұлының шығыс қабырғасы мен этнографиялық музейдің ортасында этно-ауыл кешені. Бұл шетте бізде 18-ші және 19-ші ғасырдағы қазақ даласының өмір сүргені бейнеленген. Ал енді біздің қаламыз 2018 жылы облыс болып сайланғалы бері келетін туристердің саны 2-3 есеге артты. Осыға диаграммаға назар аударатын болсақ, 2019 жылы қаламызға келген туристердің саны 1.300.000-ға жетті. Ал енді 2025 жылға дейін осы туристердің санын 5 миллионға жеткізу мөлшерленіп отыр. Қазіргі Түркістан қаласының тарихына тоқталатын болса, 7-12 ғасырда аталмыш Түркістанның аты Шалғар болған. 10-12 ғасырда Яссы атауы берілген Түркістан. 14-ші ғасырда осы біздің Түркістанда Ахмет Яссауи атты ғалым өмір сүрген. Ал 16-ші ғасырдан бастап аталмыш Түркістан қаласына Түркістан атауы берілген. Содан бері Түркістан деп аталып кеткен. 14-ші ғасырда Ахмет Яссауи кесенесінің басына Әмір Темір кесене тұрғызып берген. Ал 17-ші ғасырдан Есім ханның кезінен бастап Түркістан Астана болып келеді. Ал 2018 жылға тоқталатын болсақ, біздің Түркістан облыс болып сайланды. Этно-ауыл кешені Қазақ даласының 18-19 ғасырда өмір сүргені бейнеленген кешен. Ахмет Яссауи қабырғасының шығыс қақпасы мен этнографиялық ауылдың ортасында орналасқан бұл кешен 16.000 шақырымды алып жатыр. Бұл жерде бізде бұрынғы ғасырларда ата-бабаларымыз қалай өмір сүргені бейнеленген, яғни 9 түрлі пішінде тігілген киіз үйлер және де хан сарайы бейнеленген.
Ал енді шығыс моншасына келетін болсақ, 15-17 ғасырдың көне ескерткіші болып қалған қазіргі шығыс моншасы 1979 жылға дейін жұмыс жасаған. Қазіргі кезде бұл мемлекеттің қарауына берілген. Ал енді бағана сіздерге көрсеткен Этноауылдың макетіне тоқталатын болса, Этноауылдың жалпы алып жатқан шақырымы 16.000 шаршы метрді құрайды. Бұл жерде 9 түрлі пішінмен тігілген киіз үйлер және де хан сарайы, 6 бақан бейнеленген. Ал мына жерде қарайтын болсаңыздар, бұл бізде Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің макеті. Бұл бізде қазіргі жаңарған Түркістанның макеті. Ал мына жерде бізде қазіргі туристердің назарына ілігіп тұрған керуен сарай кешені. Өзімнің сөзімді қорытындылай келе, Түркістан тарихи туризм мекені тақырыбында 3D форматтағы жұмысымды аяқтай отырып, Түркістан қаласының туристердің келуіне, көркемдеуіне өз септігімді тигіздім деген міндеттемін. Болашақта қаламыз ең жас, туристерге бай қала болады деген үміттемін. Егер осы өзімнің мақсатым орындалса, өзімнің патриоттық міндетімді орындадым деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.